Әр нәрсені ойлап, миымда шимай шатпақ болып жатқанда, мені беташарға дайындап, әйел кісілер келіп, киімімді ауыстырып, ақ орамал жауып жатты. Сәл уақыттан соң келін боламын. Бірақ келін деген атқа лайықты боламын ба? Әйелім деп айтуға лайықты адам боламын ба? Беташарым да пәк күйімде өз-өзіме сенімді күйде шыққанымда ғой. Жас күндердегі қателіктерім осынша қиындық алып келеді деп мүлдем ойламадым. Шыны керек. Беташар болып жатты. Екі жақтағы екі жеңгенің сүйемелдеуі мен сәлем салып тұрдым. Соңында бетімді ашып, енем мен күйеуімді алғаш рет көрдім. Беттеріне қарауға ұялып, қолдарым дірілдеп кетті. Қатты қобалжыдым. Бір жақтағы жеңге, қобалжыма, ондай болады, өзіңді ұста деді. Енем маңдайынан сүйіп құшағына қысты. Жүзі жылы мейірімді көрінді. Беташар бітіп, көйлек орамалымды тағып, тірлікке кірісіп кеттім. Түн болмай-ақ қойса ғой деп, болмайтын нәрсені қиялдап әйтеуір ары-бері жүрмін. Барлығы біткен соң бір жерге төсек салып берді. Әппақ ақ жайма жайып, ақ көрпе мен аппақ жастықтар қойып қойды. Мен шыдамай сыртқа шығып кеттім. Күйеуім үйде мені күтіп отырды. Ұйықтағанда бірақ кірермін деп ойладым. Жайлап кіргенімде қимылдамай жатқан оның жанына жайлап жатып қалдым. Бірақ ол ұйықтамапты. Көптен күткенде ұйықтап жатады дейсің бе деп қанша қиналсам да күштеді. Қатты жыладым. Ол әрине бәрін білді. Жақта жағып қойды да тапжылмай отырды. Ұялып не істерімді білмей, бар қолымнан келгені жылау. Не ойлап отыр екен деп сөйлейін десем де бата алмай, ол маған жауап қатқанша мен де отыра бердім. Бір уақытта жарықты өшірді де жатып қалды. Мен де жатып қалдым. Ертесіне ертемен тұрып тірлікке кірістім. Ата-енем маған қарап мәз. Келін алғандарына қуанышты. Кел отыр, бізбен бірге шәй іштеп, тірлік істеп жүрген жерімнен отырғызып қойды. Сонан соң кешегі төсек салып берген жеңгеміз келді. Барып, бөлмеге кіріп кетті. Күйеуім әлі ұйықтап жатқан. Бір уақытта шықты да, таза нәрсе келмепті. Тазасын алуларыңыз керек еді. Басқасын таңдауларыңыз керек еді деді. Екі бетім парт қызыл болып, тыпыршып кеттім. Атам мен енем отырса да сондай әңгіме айтты. Жеңгеміз соны айтты да кете барды. Енем нән ауыз ти десе де керек емес. Маған берген ақшаларыңыз да таза емес болатын болды ғой. Уф, деп кетіп қалды. Иә, осы күннен бастап тозақтың ішіне кіргендей болдым. Барлығы да отырсам опақ, тұрсам сопақ қылып, атам да енем де қыз болмай келгенімді бетіме басып, есесіне аямай тірлік істейсің деп барлығын менің мойныма артып қойды. Амалсыздан жасап, айтқандарын жасауға тырыстым. Барлығынан бұрын күйеуім келемеждеп, мазақ қылып сөйлеп, жанды жеріме көп тиіп жүрді. Сол бір неке түнінен кейін мүлдем жаныма жақындаған емес. Мұншалықты таяз адамдар екенін білмедім. Шыдамның да шегі бар. Ақырында қашып кетуге бел будым. Үйге барсам әкем бәрібір кіргізбейді. Алматыға кетіп қалуым керек дедім. Тұрмысқа шыққаныма 2 ай енді ғана болды. ЗАГСке де тұрмадық. Оның болмағаны да жақсы. Түннің ортасында бәрі ұйықтап жатқанда киім кешегімді алып тайып тұрдым. Ешкім байқай қоймаған шығар деп автовокзал жаққа түнеп, Алматыға жүретін ең бірінші автобуспен жүріп кеттім. Алматыға барып, пәтердегі қыздармен қайта тұрдым. Мені келеді деп күтіп жандарына қыз алмапты. Оларға тұрмысқа шығып қашып келгенімді айтпадым. Жақсы демалып келдің бе? Атаңнанмен жолығып, сағынышың басылған шығар иә деп жатты. Иә деп өтірік жымиып жұмыс істеп, алдындағыда ресторандарды даяшы болдым. Менің кеткенімді барлығы білген шығар дедім. Себебі телефоныма қаншама белгісіз нөмерлер хабарласып тастады. Тұтқаны көтермедім. Жұмысымды істеп, пәтерге барып, келіп жүре бердім. Барынша ештеме ойламауға тырыстым. Бір күні әкем телефон шалды. Басында алуға бата алмай тұрдым, бірақ кейін жауап бердім. Не үшін қашып кеткенімді, неліктен хабарсыз жоқ болып жүргенімді сұрап, жерден алып жерге салды. Мен де тыныш тұра алмадым.
Қиындығымның бәрін әкеме жайып салдым. Не істегендерінің, адам құрлы көрмегендерін, күйеуімнің әйелі секілді көрмейтінін бәрін көзіме жас толып, кеудеме өксік толып әкеме айтып бердім. Әкеме жан айқайымды түсініп, жылама қызым, сенің қиналғаныңды көру маған оңай дейсің бе деп сөзбен жұбатып әлек. Жұмыстан қайтып келе жатқан мен көшенің қақ ортасында отырып әбден жыладым. Ішімдегінің бәрі сыртқа шыққанша жылай бердім. Әкем мені біраз тыныштандырып, ой, үйдегілер енді келмей-ақ қойсын, басқа келін аламыз деді. Сондықтан саған бір нәрсе айтайын, менің жақын досым бар. Оның ұлы әлі үйленбеген. Жасы сенен едәуір үлкен, бірақ өте жақсы отбасы. Мен олармен сөйлестім. Барлығына түсіністікпен қараймыз деді. Сондықтан сол жігітпен танысып сөйлесіп көр. Мүмкін бағың шығар деді. Әкемнің сөзіне ойланбастан келістім. Ол жігітпен сөйлесіп біраз жолығып, бір-бірімізді ұнатып, одан соң үйленуге шешім қабылдадық. Көп өтпей-ақ келін атанып, өмірім енді жақсарар деп, алдыға үлкен үмітпен қадам бастым. Үй болған соң ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды. Кейде ұрысып қаламыз, кейде жақсы жүреміз, бірақ оның түнгі ләззаты тым дөрекі еді. Миға қонбайтын нәрселерді жасатып көп қинайтын. Еркекті ұстап тұратын да осы ғой деумен шыдап жүрмін. Кейін ененім де мінезі шыға бастады. Басында ажырасқансың деп бетіме басып жүруші еді, ал қазір баламды қанағаттандырмайды екенсің деп маған шүйлігіп жүрді. Күйеуімнің осы әрекеті ұнамайтын. Мамасының баласы не болғанның бәрін шешесіне жеткізіп отырады. Түнде бір айтқанмен дұрыс орындамай қойсам, шешесіне барып жалып айтады. Мен бұған мойынсынуды жөн көрдім. Бұл да бір сынақ қой. Балалы болған соң бәрі реттеледі деп жүрдім. Алайда жарты жылдай уақыт өтті, әлі де бала жоқ. Күйеуім екеуміз де емделдік. Ол да мен де жеке консультацияға қатысып дәрігерге қаралып жүрдік. Бірақ түк шықпады. Бір жылдан аса уақыт өтті. Әлі ешқандай бала жоқ. Бұған күйеуім мен енем шыдамады. Бар кінә сенен деп маған жекуді шығарды. Мен не істеймін? Алла бермесе мен не істей аламын? Содан екі жақ келісіп өзіміздің ризалығымызбен ажырасуға бекіндік. Солай екінші рет қайтып келген қыз атанып үйіме келдім. Әкем жұмыс істеме, үйде отыр деген соң ешқайда шықпай, анама қолғабыс қылып бауырларымның сабағына жәрдемдесіп біраз уақыт жүрдім. Интернеттен біраз ақпараттар ақтарып, бала көтермеудің себебі деп қаншама күн-түн көзім талып көріп шығатынмын. Алайдадым, нәтиже жоқ. Неге бұлай болып жатқандығы жаныма қатты батты. Ешқашан сәбилі бола алмаймын ба? Деп өзіме неше түрлі сұрақтар қойып, іштей өксік өртеп барады. Мүмкін жарқын болашақ күтіп тұрған болар. Мен ештеңеден үміт үзбеймін. Бәрі де жақсы болады деп өз-өзімді жұбатумен келемін. Болмайтын нәрсе емес шығар. Әлі 25-ке толмадым, мүмкін болып қалар. Сондай бір күндердің бірінде желідегі парақшама бір жігіт жазды. Сәлем деген ыстық сөзбен басталған хабарлама таңға дейін жалғасты. Көп сөйлесіп шықтық. Өзі Алматының жігіті екен. Мені Алматының ресторанынан байқап, парақшамды тауып алыпты. Онысына қатты риза болдым. Ол да бар сырын айтып, мен де ішімдегінің бәрін айтып жеңілдеп қалдым. Мені бір рет қана сырттай көрсе де ұнатып қалғандығын айтты. Бірақ оған қатты мән бермедім. Себебі енді тұрмысқа шығуы деген мүлдем ойымда жоқ. Әңгіменің барысында балалы бола алмайтын да шығармын дедім. Ол не дер екен деп. Сол кездегі оның мен үшін қандай алаңдағанын айтып жеткізе алмаймын. Шыр-пыр болып, барлығы ана болуға лайықты деп мені жұбатып әлек. Біздің интернетпен телефон арқылы сөйлесуіміз 6 айға ұласты. Ол өзі менен 2 жас қана үлкен. Үнемі жағдайымды біліп хабарласып тұрды. Түнде телефонмен сөйлесіп жаттық. Ол күтпеген жерден маған тұрмысқа шықшы деді. Аузыма құм құйылғандай сасып қалдым. Түсін, екеуміз бір-біріміз үшін жаралғанбыз деп сезімдерін айтып соңына келісімімді бердім. Ана мен әкеме түсіндіріп айтып, осы негеде бақытты болатыныма сөз бердім. Одан ата-анамызды таныстырып, тәтті шай қылып жігіттің өзімен де бірінші рет жолықтым.
өзі келісті сымбатты жігіт. Үйге құда түсіп келіп, салт дәстүрмен маған сырға салып үйіне алып кетті. Анам бағың ашылсын, жаным деп артымда жылап қалды. Екеуміз отау құрып, неке қию куәлігін де алдық. Ата-енем өздерімен болыңдар деп қаладан 2 бөлмелі пәтер алып берді. Бөлек шығып кеттік. Біраз уақыт өтті. Баланың жоқтығы жаныма батып жүр. Күйеуім Өзбекстанға да, анда да, мұнда да апарып емдетіп жатыр. Бірақ бұның соңы немен аяқталарын білмейміз. Дәрігерлер үміт бар деді. Сол сөзді естіп қатты қуанып қалдық. Менің бұрынғы қателіктерім үшін Құдай мені көп сынады. Бірақ барынша сынбауға тырыстым. Бәрінен бұрын жаныма демеу болып жүрген осындай адамның барына Аллаға шүкірлік еттім. Алла қаласа бәрі жақсы болады.